Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы айға сапар. Бірінші тапсырма. Сіздерге айды бағындыру мәтіні берілген. Сол мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыздар. Бұл мәтінді оқу арқылы сіздер ғылым мен техниканың дамуы, ғарыш зымырандарының пайда болу тарихы, оны кім ойлап тапқаны, қашан, қайдан ұшырылғандығы туралы, сондай-ақ айға ең алғаш қонған ғарышкерлер мен ғарыш кемелері туралы білетін боласыздар. Бұл мәтін менің алғашқы энциклопедиям жинағынан алынды. Соңындағы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Төл сөз және төлеу сөз. Төл сөздің баяндаушы етістіктің бұйрық райынан болса, төлеу сөзде ол тұйық етістікке айналып, оған табыс не барыс септік жалғауы, не болмаса туралы, жөнінде, жайында сияқты септелік шылауларының бірі қосылып айтылады. Мысалы, төл сөз: мұғалім амандыққа ертең сабақтан қалма деп тапсырды. Мұны төлеу сөзге айналдыратын болсақ, мұғалім амандыққа ертең сабақтан қалмауды тапсырды. Немесе мұғалім амандықтың ертең сабақтан қалмау туралы тапсырма берді деген сөйлемге айналады. Келесі тапсырма: берілген бұйрық райлы сөйлемдерді өз беттеріңізше төлеу сөзге айналдырыңыздар. Мәтіннің соңғы жұмысында бірінші тапсырма. Мұнда фантаст жазушы Сахиевтің айды игеру туралы пікірлерін негізге алып, диалог құрасыздар. Диалогты өз беттеріңізше немесе достарыңызбен бірге құрсаңыздар болады. Оқу тапсырмасы үшінші және төртінші тапсырма. Үшінші тапсырмада менің арманым ғарышкер болу тақырыбында шығармашылық жұмыс жасаңыздар. Онда сурет салуға, эссе жазуға, шығарма жазуға, немесе мазмұндама жазуға болады. Ал төртінші тапсырмада ай жердің серігі тақырыбында шағын мәтін жазыңыздар. Осымен балалар, бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.